Екінші әдебі тілді сақтау. Тілді жалған сөйлеуден, ғайбаттан, өсектен, жала жабудан, сол сияқты харам нәрселерден сақтау. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдардың етпетімен тозаққа түсуіне себепші болатын нәрсе олардың тілдері деді. Кім маған бейна лихяйхи деді, яғни екі сақал деген, бұл жерде мұрт пен сақал жайында айтылып жатыр. Сол екеуінің ортасындағы кепілдік берсе және әуретіне кепілдік беретін болса, мен оған жәннаты болуына кепілдік беремін деді. Адам байқамайды да көп нәрсені. Алла субхана тағала Құранда айтқандай: "Тахсабунаху хаййина", сендер бір нәрсе айтасыңдар, оны жеңіл деп ойлайсыңдар деді. "Ва ху индаллахи азим", бірақ ол Алланың алдында ауыр деді. Сол үшін адам негізі тілді сақтау керек. Оған иншалла тіл апаты тақырыбына келгенде ол мәселені, тілдің қандай апаттары бар, оған иншалла кеңірек тоқтармыз. Адам тілін оразада сақтау керек. Тек қана тілі зікірмен, Құранмен, жақсы сөздермен машғул болу керек. Яғни тек қана сонымен тіл айналысу керек. Имам Суфиян ас-Саури рахмахуллах айтады: "Ал-ғибату туфсиду ас-саум" дейді. Ғайбат оразаны бұзады дейді. Және имам Лайф рахмахуллах мужахидтен. Мужахид бұл Ибн Аббас радиаллаху анхуман шәкірті табиин. Сол кісі де айтады: екі нәрсе оразаны бұзады дейді. Ғайбат сөйлеу және жалған сөйлеу дейді. Біз таң атқаннан кешке дейін жүруіміз мүмкін, бірақ әркім жамандап қоятын болсақ, онда ол оразадан ешқандай пайда жоқ. Бізде мынандай бір жаман әдет бар қазір. Пәленші енді ғайбат болмасын, бірақ деп бастаймыз. Ғайбат болмасын дейміз, жүземізді ұра береміз. Ол ғайбат емей не енді? Біз ғайбат болмасын дегенімізден ол ғайбат болмай қала ма? Енді мысалы өткен күнәларымызды айтатын болсақ та, бұрын жахил кезімізде субханалла дейміз да, ар жағына үйтіп едік, бүйтіп едік деп соны мәз болып айтып отырамыз. Негізі орынсыз жасаған күнәні айтудың өзі харам. Енді бұл нәрсе де сондай. Ғибат болмасын деп қоямыз да, артынан ұра береміз. Бұл да шайтанның уәсуәсаларынан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннама сауму джунна", ораза бұл қалқан дейді. "Фа иза кана ахадукум сайман фала ярфус ва ла яджхал ва инни имраан qatalahu aw shatamahu falyaqul inni saim". Егер сендердің бірің ораза болсаңдар, фала ярфус дейді. Рафаса араб тілінде әйелге қатысты тақырыптағы әңгімелерге айтылады. Фала ярфус, сондай сөздер сөйлемесін дейді. Вала яджхал, надандық көрсетпесін. Ва инни имраан qatalahu aw shatamahu, біреу келіп онымен төбелеспекші болса, оны боқтап жатса, мен оразамын десін дейді. Сабырлықтың шыңында да олар. Шынайы сабырлық көрсету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан келетін бір хадис бар. Енді бұл хадис имам Ахмад рахмахуллах келтіреді. Санадында белгісіз, сенімсіз адамдар бар, бірақ ғибрат ретінде айтсақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде бір екі әйел ораза тұтып қатты шөлдеп қарындары ашады. Қатты қарны ашқандықтары соншалықты өлуге дейін жақындап қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан оразамызды ашуға рұқсат беріңіз деп адам жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол екеуіне ыдыс жіберіп, әлгі кісіге айтады: "Құллахума қиа фихи ма акалтума", жеген нәрселерін құсыңдар деп айтады. فقالت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا وقالت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه فعجب الناس من ذلك. Мынау құсат қан араласып ет аузынан түседі. Екіншісі де тура солай істейді. Сөйтіп ыдыс толады. Адамдар таң қалады. Қалайша бұл? Қарны аш, асқазан бос. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Хатани самата амма ахалаллаху лахума ва афтарата ала ма харрамаллаху таала алейхима". Бұл екеуі Алла субхана ва таала оларға халал еткен нәрседен өздерін тосты, яғни ораза тұтты, бірақ Алла харам еткен нәрсемен ауыздарын ашып жүрген еді дейді. "Qa'adat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata taghtabani an-nas fahadha ma akalata min luhumihim". Бұл екеуі отырып алып адамдарды ғайбат етті дейді. Отырып алып адамдарды жамандады. Әйелдерде осы, енді қазір еркектерде әйелдерден қалыспайды ғой, бірақ жалпы әйелдерде бұл нәрсе көбірек болып жатады. Сол үшін де оразада осы нәрсеге сақ болу керек.